Жолдар өмір жолы. Өткен тарих, бүгінгі тыныс, жалғасқан ұрпақ. Hoş geldik. Талай тарихтың куәсі болған хан орда. Осы жердің топырағында тудым, осы жерде оқыдым, өстім, өндім, жұмыс жасадым. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlk yevmidin yaktına, odu yaktına estağfurullah. İndine sıradan. Elhamdülillah, Allah'ı kavl etsin. Туған жердің жолдары. Естелікке апарар із секілді. Әкемді мен бұлай көрген боларын оғыза 3 жасқа жетпей қалыппын. Әкем 47 жылы 10-шы айда соғысқа аттанып кетті. 4 бала анамның қарауында қалған. Біздің елімізді немістер басқыншылаған, бомбалаған жер. Соғыс территориясына кірген Сталиннің бұйрығыменен. Өте қиын жағдай болды. Бір сиыр, бір бұзауымыз болады. Бұзауымызды соғымға сойып аламыз. Соның терісіне дейін пайдаланадық біз. Мамам қуырып, нанға қосып береді мектепке барарда. 8 шақырым қашықтықта мектепке барып тұрамыз. Ертеңмен таңмен тұрамыз, жаяу барып, жаяу қайтады. Қыстай бидайды суға қайнатып береді. Оған біздер тоймаймыз. 8 қаққан болды. Іннің аузына қоям да, менің қалай еткенін білмеймін. Әйтеуір маған тышқан көп түсетінді. Тышқанның терісі құрғақ болса, таза болса, оны 60 теңгеден алады да, ал енді жыртық не болатын болса, онда 3-4 тиын қалады. Сөйтіп, бір жұмада көп тышқан аулып, қасымызда Елтон деген Россияның жері бар, соның пошлемкісіне тапсырып, бүкіл мектеп құралдары, шай, карандаш, тетрадь, табын, бәрі сонда сатылады. Соны мамам барып толтырып алып қайтатын. Ертеңмен сағат 6:30-да тұрып кетеді. Біздер төртеуміз үйде қаламыз. Содан кешкі 9-10-дарға таман келеді. Келген бойда сиыр сауады, бізге тамақ пісіреді. Қандай ауыр жұмыстар жүргенін, қандай қиналып жүрген, солардың бәрі есіме түсті. Қатты қынжылам. Анама борыштармын. Адам тағдыры да, халық тарихы да уақыттың ауыр сынынан өтеді. Он 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында қазақ тұрмысындағы жаңа заманның негізін қалауға ұмтылған реформатор Жәңгір хан да осы даланың перзенті. Әлі сыр толық ашылмаған терең тарихтың бір қырымен табыстыру үшін Баймұрат Ақсақал немересі Диананы осында алып келді. Жәңгір хан мен оның сүйікті жары Фатима ханшаның дүниеден өткеннен кейінгі тағдыры да бір-бірінен ажырамапты. Қатар тұрған құлпытастардағы жазуларға қарағанда 1 жылдың ішінде өмірден озған екен. Екеуін ажал айырғанмен рухани кеңістік қайта тоғыстырғандай әсер қалдырады. Хан Жәңгір 1841 жылдың 6 желтоқсанында қазақ балаларына арнап, жеке өзінің қаражатына мектеп ашқан болатын. Қазақ даласына алғаш мектеп ашып, елді білімге үндеген Жәңгір ханның сол қадамы болмағанда, бүгінгі ұрпақтың тағдыры қалай қалыптасар еді? Кейде адамның өз заманына сыймаған ойы ғасырлардан кейін
тұтас бір ұлттың болашағына айналады. Ата-аналарың бар жоқ? Қалай? Мына бұл жерге барып тұрасыздар ма? Ана-аталарының бәрін білесіңдер ме? Ой, молодец. Бұл тұмда Махамбет пен Исатай басқан, Дәулеткерейіп жүрген жерлер, атақты адамдардың көп адамдар шыққан жерлер. Мансұр Мәметованың жері, Ахмет Құсайыптың жері. Адамға да өмір сүруге ыңғайлы, малдың да көбеюіне ыңғайлы жер таңдалғандығы көрініп тұр. Экология қаншама таза ауаны бөліп тұр. Бүкіл орда ауылын айналдыра осылай орман қоршап тұрғанын көрдік. Үш жағын бірдей түгел орман осылай қоршап тұр. Бірақ жағы ғана ашық. Орманның орталығынан хан Жәңгір көл қазған. Сол көзге балық өсіріп, сол балықты анау Россияның патшасына беріп тұрған. Жәңгір хан құмға орман өсірді, далаға жаңалық әкелді. Бірақ сол кезеңде қазақ даласының шұрайлы жерлері тарылып, малға салық салынып, халықтың еркін тіршілігі де біртіндеп шектеле бастаған еді. Орман шаруашылығы жөніндегі мектеп ашқаны, қыздар туралы мектеп ашқаны, балалар туралы мектеп ашқаны. Ол кезде жұрттың бәрі айтып жүреді. Артыңда мал қалғанша қал қалсын деген. Мына бір ағаштардың шоғырланып, бір жерге бір-біріне етене араласқан халықтың бір пиғылын көрсетіп тұрған сияқты. Осы ағаштың түріне қарап, ана тамырларының тамырлануына қарап, есейген ағаш екендігін, неше ғасырды қаншама зұлмат заманды басынан кешіріп, желдің өтінде тұрып, қаншама жаңбырды қабылдап, қаншама халықтың көз жасын көріп, содан сақталып қалған мына ағаш ұрпақты артымыздан ілескен ынтымаққа, бірлікке, тірлікке шақырып тұратын сияқты өзім сезініп тұрмын солай. Тамырының өзінен құттай кішкентай жерінің өзінен ана шығып жатыр, нәр беріп өсіп. Мұның барлық өмірін нәр беріп тұрған қарашы. Барлық ауыртпалықтың өзінен Жәңгір хан сияқты елді біріктіріп жүрген. Мына тамыр, мына өзінің негізгі рухын өсіріп тұр. Өздерінің қабыл солса да, бірақ тамыры арқылы жерден су кетіп тұр. Бұл өңір өзі қасиетті өңір. Бұнда оттегінің қалыңдығы 22%-ке дейін жетеді. Обычный жерлерде 17, 16, 18 солай еді. Әсіресе мынау құрт ауруларынан мына жаққа келмесе, өзіне өзі табиғат емдеп, жазып, жанына күш қуат береді. Қазақтың ұлттық тамыры солмаса, қазақ та өмір сүре береді деген ұғымға келтіріп тұр. Немеремізбен келіп, атасының балалық шағын өткізген жерінде келіп, ойнаған жеріне келіп, немереге көрсетіп, мынандай жылы лепті сезіп, рухи лепті сезіп, бабалардың рухының лебін сезіп, керемет шаттанып тұрмыз. Бабалар ұрпағына дән ризамыз. Осындай мұра қалдырып кеткен, өшпейтін мұра қалдырып кеткен, әрқашанда бізге қайрат беретін, денемізге күш қуат бітіретін, санамызға ақыл беретін осындай тарихи жерлерде ұрпақтар өсіп өтсе, қазақ ешқашанда жойылмайтындығының символикасы ретінде қабылдап тұрмыз. Мына бұтақтың өзі құлап бара жатса да, ана ағашқа тіреу болып барып құлап бара жатыр. Ол не деген сөз? Яғни ағаш екеш, ағаш та бір-біріне тіреу болатын болса, адам неге бір-біріне тіреу болмайды? Орман арғы тарихтың тамыры болса, мына төскейінде 4 түлік малы мыңғырған кең дала орда өңірінің бүгінгі тынысы. Бірі Жәңгір дәуірінен жеткен із, екіншісі сол іздің бүгінгі өмірдегі жалғасы. Уақыт мәңгі үзілмейтін арна секілді. Ал адам
сол арнамен келе жатқан тіршілік иесі. Малдардың күйі бәрі жақсы. Ал малдардың күйіс қайыруы болмайды. Я болмаса көзінен жастап тұрады, я болмаса аузынан жастап тұрады, я болмаса құйрығын кішкене көтеру керек тұрады. Бәрінің настроение жақсы. Шыбын-шіркей жоқ мінекей, қарашы, бәрі обработан. Малдың жайын малсақ адам айтпай таниды. Алматыдағы зооветеринарлық институтын бітіргеннен кейін осы Жәнібек ауданында ұзақ жылдар бас мал дәрігері болған ақсақалдың ескі машығы әлі ұмытылмағанға ұқсайды. Екі құрдас бір оққан. Мектеп бітіргендеріне 60 жыл болыпты. Содан қайтып көріспесе әрине танымайды. Қандай семья қалай, аман ба? Орданың қызыл құмын саған соған бердім. Ана немеремді көрсетейін деп, немерем болмады, апарып қайшы деп. Ресеймен шекаралас жатқан өңір болса да, бұл ауылдың қазақы болмысы көмескі тартпағаны байқалады. Кілем төселген бөлме, құрақ көрпе, мамық жастық бәрі баяғы ауылдың жұпарын сақтап тұрыпты. Ал көл көсір табиғи асқа сіресіп тұрған дастархан қазақы қонақжайлықтың да, кісілік кеңдіктің де әлі ортаймағанын аңғартқандай. Әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деген қазақтың мақалы бар ғой. Сол қандай мінекей дәл осы кісіге айтылғандай, біздер әкеміз тіріліп келгенде қуанып отырмыз. Бейсеновтар тамыры тереңге жайылған әулет. Баймұрат ақсақалдың шаңырағы ғана Алматыда, қалған ағайын Орал қаласында, Орда мен Жәнібек топырағында тіршілік кешіп жатыр. Мал шаруашылығын кәсіп етіп, құт берекеге кенеліп отырғандар да бар. Туберкулез бруцеллезге обязательно уақытымен жылына 2 рет малынан қан алдырып тұр. Қойыңды себеркіге обязательно еккізіп ал. Болсын болмасын себеркіге еккізіп ал. Сиырыңды емкарға 2 рет еккізіп ал. Біреуіне шықса ертең бәрі 100% кетіп қалады, сосын бәрін жойып жіберуің керек, күйіп кетесің. Үлкен әулеттің ізі үзілмегені бірден сезіледі. Қыз бала шашы бере көріпті. Мен саған шашың жақсы өссе, күмістен шашы әкеліп тағым. Бүгін алыс жақындағы туыстың басы қосылған. Себебі де ерекше. Баймұрат ақсақалдың немере інісі Асқардың Зәмзәм атты ару қызына сырға салу дәстүр жасалмақ. Ал қалада туып өсіп, шетелде білім алған алматылық немересі Диана үшін бұл сапар түп тамыр тарихымен ғана емес, қазақы салт дәстүрдің терең болмысымен де жақынырақ танысудың бір сәтіне айналғаны анық. Екі елді бірдей жүр. Ағайын жақын болайық деп жүргендіміз. Осында сенің шаңырағында бір аруымыз бар, бой жеткеніміз бар. Ол қызымыз бар, біздің де аруымыз бар. Күтіп қалып едік. Зәмзәм қарындасында қарсы алайық. Амандасты. Тәрбие көрген осылай болады. Орта берейік. Тіл көзден жамандықтан аман болсын деп ем ойын. Бісміллә. Алтыннан сырға тағылар, алтындай асыл болсын деп. Сүйікті әрі сүйкімді еліне келін болсын деп. Гауһардан сырға тағылар, гауһардай таза болсын деп. Оң қолыммен тағайын, алтындарына жақын, қайныме адал жар болсын деп. Қазақы дәстүрдің кітаптағы емес, тірі өмірдегі шынайы көрінісі қалада өскен Диана секілді жастар үшін ерекше әсерлі сәтке айналды. Түтіні сөзің шығар ошағың болсын, қамалдай берік қосағың болсын, ортадан ұзаша бар тұлпарың болсын,
ана sütünü aldal emgen ırpağın bolsun. Balalarımızın yolu ak bolsun, başlarına bak konsun. Azamatlarımız aydındı bolsun, dostka dost, düşmanға aygındı bolsun. O жаратқан құзырет, бүгінгі kızımыздың жолы ақ болсын, пейілі таза болып, өсіп өніп, ана барған жерін бақытты алуға нәсіп етсін. Солар көңілден башамызда қадаман болсын. Қос келіңдер құдалар. Құдасын құдайындай сыйлайтын қазақтың жарасымды дәстүрі табиғи қалпымен жалғасып жатты. Сұрымыз сіргеміз. Тамаша. Жанқырған жолдасың, қоңырдан сеқымдасың, қадай туған еліңін келін. Қазақ даласының тарихы кейде үлкен оқиғалардан емес, тіршіліктің қарапайым сәттерінен бастап алады. Ұрпақ жалғасып, дәстүр үзілмеген жерде өткеннің ізі де өшпейді. 20 ғасырдан жеткен тарихтың терең ізі бізді қайтадан ортаға бастады. Міне киік дегеніңіз қаптап жүр, әшейін өріп жүр. Мына жерде миллион киік бар шығар шамасы. Шегі мен шеті жоқ көрдің ма? Иә, шегі мен шеті жоқ. Аналар созылып жатыр. Горизонтта көрініп тұр өлі. Сайын дала тіршілігі өз заңымен өмір сүріп жатыпты. Бұл мекенде бір дәуірдің үні қалғандай. Біреулер үшін ол реформалар мен жаңалықтардың ізі, біреулер үшін тағдыр мен қайшылықтың тарихы. Бөкей ордасының соңғы ханы, ұлы реформатор, көптеген тілдер жетік меңгерген, Астраханда оқып білім алған. Жәңгір хан тұлғасының айналасындағы күрделі шындықтар уақыт өткен сайын терең зерделене бермек. Өйткені оның тағдыры бір адамның ғана емес, тұтас бір дәуірдің тарихы. Жиырма үш бөлмелі хан сарайы. Бірақ оның ашылмаған құпиясы әлде қайда көп секілді. Кейде тарих айтқаннан гөрі жасырған дүниесімен тереңірек әсер етеді. Жәңгір ханның тосын қазасы туралы айтылатын әртүрлі әңгімелерде сол үнсіз қалған тарихтың бір көлеңкесі тәрізді. Хан қысымынан жаңағы қайтты деген деректер бар. Енді тағы да бір деректер бар, жаңағы қасақана өлтірді деген. Қасақана сода өлтірді дейді ғой. Тарих адамды әртүрлі тағдырға салады. Бірі соғыс зардабын тартып, тышқан аулап жүріп тірі қалуға мәжбүр болады. Енді бірі хан сарайында отырып, халқын көшпенді тұрмыстың тар шеңберінен шығаруды армандайды. Бірақ екеуінде алға сүйреген бір ғана күш бар еді. Ол өмірді сақтап қалуға деген ұмтылыс. Тек бірінің күресі бір адамның ғұмыры үшін, екіншісінікі тұтас елдің ертеңі үшін болды.
Жалпы қазіргі уақытта Жәңгірдің өзінен тікелей тарап отырған ұрпағы жоқ. 10 баласы 5 қызы болған. Бірінші әйелінен 2 бала сүйген, екінші әйелінен 2 бала сүйген, қалған барлығы Фатимадан болған балан. Енді 4-ші әйелі Салихадан ешбір бала болмаған. Жәңгірдің 4 әйелі болған. Бірінші әйелі Қазима, екінші әйелі Жүзім, үшінші әйелі Фатима, 4-ші әйелі Салиха. Көптеген баламыз Фатимадан сүйген. Фатима ханшаның жатын бөлмесінен оның нәзік болмысы сезілгендей. Шығыс тәрбиесімен өсіп, европалық біліммен сусындаған татар қызы орда өміріне бұрт соңды болмаған өзгеше леп әкелген тәрізді. Тіпті Николай патшаның өзі бір салтанатты кеште Фатимамен бебейлеп, оның сұлулығына ғана емес, ақсүйектік болмысына да тәнті болғаны туралы дерек бар. Қазір Чесова ғимараты Қазақстан бойынша ең алғашқы банк. Банк болған уақытта осы сейф болған. Бұл салпы сейфтің салмағы 1 тонна 800, 2 тоннаға жақын, 3 есіктен құралған, ортаңғы есігі құмға толтырылған. Баймұрат Ақсақалдың немересі Диана хан ордасында жауаптан гөрі сұраққа көбірек жолықты. Тепсе темір үзетін 44 жасында Жәңгір ханның кенеттен көз жұмуының өзі жұмбақ. Хан халқын өркениетке жетелегісі келді. Алайда ол бастаған өзгерістер ордада түсіністік пен қарсылыққа қатар ұшырасты. Бұл отарлық саясаттың салдары ма, әлде заман мен тұлға арасындағы күрделі қайшылық еді? Исатай мен Махамбет сарбаздары хан ордасын қоршаған сәтте мүмкіндік бола тұрып, ханның басын алмай қайтуының сыры неде? Жәңгірдің тікелей ұрпағы жалғаспай қалды. Ал тарих оқулықтары оны ұзақ жылдар бойы қатыгез хан ретінде танытып келді. Бір ханның тағдыры тұтас дәуірдің жұмбағына айналып кеткендей. Ал Диана аяқталмаған тарихтың ашылмаған парақтарын зердесіне түйген күйі күннің шығысына қарай кетіп бара жатты. Үміті мен күдігін қатар арқалап.